Бұл алғы сөз арнасы. Бүгін экономика деген не деген сұраққа жауап беретін боламыз. Алдымен мына бір мәселені айта кетейік. Өкінішке қарай қазіргі білім беру жүйесінде 11 жыл бойы білім алған адамда да қарапайым өмірге қажетті түсініктер қалыптаспай кетуі мүмкін. Және көп жағдайда өкінішке қарай қалыптаспай кетіп те жатады. Дәл сондай өмірге қажетті түсініктердің бірі бұл экономика. Ол біздің өмірімізде бар және бізге тікелей әсер етеді. Егер ақылға салып қарайтын болсақ, онда бұл сұрақтың жауабын бізге экономистер беру керек, өйткені олар осы саланың мамандары. Бірақ көбінесе экономистердің басы күрделірек сұрақтармен қатып жатады. Мысалға айтар болсақ, алдағы уақытта мұнайдың бағасы қалай өзгеруі мүмкін, немесе теңге тағы құлдырай ма деген секілді. Ал дәл осындай қарапайым, бірақ өте маңызды сұрақтарға біз көбінесе жауап ала алмай қалып жатамыз. Тиісінше, экономика бұл тек қана экономистердің айналысатын ісі, ол бізге қатысы жоқ нәрсе деген секілді ойларға келеміз. Бұл әрине дұрыс емес. Сонымен экономика деген не? Экономика бұл адамдардың шектеулі ресурстарды пайдалана отырып, шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыруы немесе қамтамасыз етуі. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны жаттап алсаңыз болады. Бұл нені білдіреді? Біздің өмірімізде шексіз қажеттіліктер бар. Белгілі бір уақыт аясында ол шектеулі болуы мүмкін. Мысалы, қазір сіз айтуыңыз мүмкін, менің тек қана 2 қажеттілігім бар, осы жылы үй мен көлік сатып алсам болды деп. Бірақ сіз осы екеуіне қол жеткізгеннен кейін, яғни осы екеуін қанағаттандырғаннан кейін, тағы 2 немесе одан да көп қажеттілікке ұрынасыз. Бұл барлығымыздың табиғатымыз және барлығымыз осылай өмір сүреміз. Бірақ бір мәселе бар. Біздің сонымен қатар шектеулі ғана ресурстарымыз бар. Ол біздің уақытымыз, ол біздің күш қуатымыз, яғни энергиямыз, сосын әрине біздің ақшамыз. Біздің бағана айтқан қажеттіліктеріміз қандай болуы мүмкін? Ол мысалға айталық, оқуға түсу, шетелге барып қыдыру, көлік алу, үй алу деген секілді. Немесе ең алдымен аман қалу. Ал ол үшін бізге тамақ пен киім керек. Біздің ресурстарымыз қандай? Ол мысалы 150 мың теңге. Дәл осы жерде экономика басталады. Өйткені бір жағынан біздің шексіз қажеттіліктеріміз, екінші жағынан біздің шектеулі ғана ресурстарымыз. Енді біз таңдау жасауымыз керек болады. Біз әрине көбінесе тірі қалуды таңдаймыз, яғни киім мен тамақ сатып алуды. Әрине біз басқа нәрсені таңдасақ болар еді. Мысалы, сол 150 мың теңгеге телефон алсақ болар еді. Бірақ ондай жағдайда біз тірі қалмайтын едік және алған телефоннан пайда болмайтын еді. Яғни бұл айтылып жатқан дүниенің барлығының мән мағынасы мен қағидасы мынада. Біз ресурстарды тек бір бағытқа бағыттай аламыз, яғни бір бағытқа жұмсай аламыз. Барлығына бірдей жұмсау мүмкін емес. Өйткені олар шексіз көп. Бағана айтқан оқуға түсу, қыдыру кете береді. Ал біздің ресурстарымыз шектеулі ғана. Ол біздің бағана айтқан уақытымыз, ақшамыз және әрине күш қуатымыз. Бұның барлығы шектеулі және біз таңдау жасауымыз керек болады. Ендігі кезекте мемлекеттің деңгейіне көтеріліп қарастырып көрейік. Және ештеңе де өзгермейді. Өйткені мемлекеттің де шексіз қажеттіліктері бар, немесе дұрысырақ айтқанда жобалары бар. Және мемлекеттің де шектеулі ғана біздің жағдайымыздағыдай ресурстары бар. Әрине, мемлекетке барлық саланың дамығандығы, жолдардың барлығы тегіс сапалы болғаны, зейнетақылар мен жалақылардың жоғары болғаны тиімдірек болатын еді. Бірақ өкінішке қарай бұл қарапайым түрде мүмкін емес, өйткені бұның барлығына бірдей ресурс жетпей қалады. Бұл қалай жұмыс жасайды? Мысалға айтайық, біздің мемлекетіміз осы жылы оқу білімге, ғылымға басты дем қойды делік. Яғни осының әсерінен басқа кез келген сала ақсауы мүмкін. Мысалы, сол айтылған жол саласы немесе медицина саласы. Осы жерде бір адам тұрып сұрауы мүмкін үкіметтен. Біз салық төлеп жатырмыз. Бірақ біздің жолымыз немесе ауруханамыз әлі күнге дейін салынған жоқ. Аурухана немесе жол қайда деп. Ол адамға салынып жатқан мектепті көрсетіп жауап беруге болады. Міне, сіз сұраған жол қазір осы күйінде салынып жатыр. Яғни біз ресурстарды сіз сұраған жаққа емес, осы мектеп салуға жұмсадық осы жылы деген секілді. Яғни бұл қағида кез келген жерде сақталады. Бір жағынан шексіз қажеттіліктер және екінші жағынан шектеулі ғана ресурстар. Сондықтан экономикада дұрыс таңдау жасау маңызды. Ол үшін өзімізге есеп беруіміз керек. Жағдай бір болғандықтан, яғни мемлекеттің деңгейінде де, жеке деңгейінде де бір болғандықтан сұрақтар да бір болады. Бұл сұрақтар қай салаға, жұмысқа, бағытқа басымдылық беруіміз керектігін және сол салаға басымдылық бергеніміз орынды бола ма, әлде жоқ па, соны анықтайтын сұрақтар. Яғни маған немесе біздің мемлекетімізге осы дүние керек пе, әлде жоқ па?
Мен осы салаға уақытымды, күшімді, ақшамды жұмсасам пайдасын көремін бе, әлде жоқ па? Әлде біздің мемлекет осы салаға бүкіл ресурсын жұмсаса пайдасын көре ме, әлде жоқ па деген секілді сұрақтар. Өкінішке қарай көбіне осы сұрақтар қойылмай, шешімдер еліктеу немесе қиял ғажайыптың нәтижесінде қалай болса солай қабылданып жатады. Пайдасы азырақ немесе мүлдем керек емес дүниелер өндіріліп, салынып немесе сатып алынып жатады. Нәтижесі де тиісінше пайдасыз болады. Бұл алғы сөз арнасы. Бүгін экономика деген не деген сұраққа жауап бердік. Осындай естігендеріңізді достарыңызға, жақындарыңызға жіберіңіздер. Олар да біліп жүрсін. Арнаны қолдай кетіңіздер және естеріңізде болсын. Алғы сөз, барлық сөз.